Баршаңызға сәлем. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге Айсұлу бірнеше уақыт үзілістен кейін жаңа рецепт салуды ұйғардым. Бүгін мен Инстаграмда хит болып жүрген қуырдақтың өзгеше әдіспен дайындалу әдісін жасап көрдім. Барлығымызға ұнады, өте дәмді шықты. Ең бірінші қамыр дайындап алдым. Қамырға жылы су, тұз, жұмыртқа қосып және дрожж қосып илеп 1 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Қамыр көтерілгенше картоп, ет, қызанақ және жуаны турап, үстіне тұз, паприка салып, жақсылап араластырып қойдым. Барлығын турап болғанша қамырымызда көтерілді. Оны бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Содан кейін қамырларды бір-бірден алып, ұн салып отырып, оқтаумен кішкене домалақ пішіндер жайып шықтым. Енді видеодағыдай жайылған қамырымызды кесеге жаямыз және үстіне жаңа туралған ет, картоптарымызды саламыз және міндетті түрде бетіне кішкене сары май салып жіберіңіздер. Содан кейін дәл видеодағыдай қамырдың жан-жағын жақсылап бір-біріне жабыстырып шығамыз. Осылай кесені төңкерген мезгілде бізге домалақ пішінде нан пайда болады. Қамырымызды жаңа қосқан жерін оны астыңғы жағына жібереміз де, бет жағы тегіс болып тұрады. Енді бетіне қамырдан тағы да бөліп алып, осылай ұзын қылып өрілген жіп сияқты жасап, қамырымыздың бетіне қоямыз және кішкене бөліп алып қамырды қақпақтың беті сияқты жасаймыз. Осылай дайындалғаннан кейін барлық қамырымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және духовкаға 180 градусқа 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттың ішінде осындай дәмді нанның ішіндегі ыдыстағы қуырдақ дайын болды. Менің үйімдегі отбасы мүшелерінің барлығына ұнады. Енді бұл тағамды мен өзімнің сүйікті рецепттерімнің ішіне қосатын боламын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.